Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді және жеңіл жасалатын дамский тортының рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен газымызға осындай асты қалың ыдысымызды қоямыз. Ыдысымызға суымызды құямыз. Сосын тұз, қант және бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосамыз. Майымыз бен қантымыз біркелкі масса болып ерігенше жақсылап араластырамыз. Майымыз бен қантымыз еріп, осылай қатты қайнаған кезде ұнымызды қосып, үзбей араластырып тұрамыз. Біркелкі масса болып осылай жиналған кезде қайнатпалы қамырымыз дайын. Енді оттан алып, ыңғайлы болу үшін таза ыдысымызға саламыз. Осылай бір-екі рет аударып араластырамыз, тез суы үшін. Енді қамырымызға жұмыртқамызды қосып, миксермен немесе венчикпен тез-тез араластырамыз. Массамыз егер қатты қою болса, үстіне тағы да жұмыртқа қосамыз. Осымен қайнатпалы қамырымыз дайын. Дайын болған қайнатпалы қамырымызды кондитерлік қапшыққа немесе пакетке салып аламыз. Менде насадкам номер 63, ашық жұлдыз деп аталатын насадка. Қамырымызды видеодағыдай пергамент қағаз төселген формамызға құйып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 210 градуста 25 минут, сосын 180 градусқа түсіріп, тағы 10-15 минут ұстаймыз. Бірден ашуға болмайды. Қамырымыз піскенше кремін дайындаймыз. Ол үшін менде қаймақ 20%. 2 ас қасық қойылған сүт қосамыз. Сосын қантымызды қосып,
қасықпен немесе венчикпен біркелкі масса болғанша, яғни қантымыз ерігенше араластырамыз. Осымен қаймақты креміміз дайын болды. Енді піскен қамырымызды қаймақты кремімізге аунатып, видеодағыдай тарелкаға немесе үлкен ыдысқа торт қылып жинаймыз. Міне осындай тортымыз жинап болдық. Енді тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді торттың бетін әсемдеуге ганашымыз дайындап аламыз. Ол үшін шоколадқа 30-35% кілегейімізді қосып, жай отта ерітеміз. Толық суыған соң кондитерлік қапшыққа немесе пакетке құйып аламыз. Ганашымызды тортымыздың бетіне видеодағыдай құйып шығамыз. Осымен өте жұмсақ және жеңіл жасалатын дамские тортымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған әсел.